Сәлем баршаңызға. Бүгін 3 ағзаттан тұратын балмұздақ жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыз. Ол үшін 900 мл сүтімізді отқа қойып жылытып аламыз. 6 жұмыртқаны 2 бөлек ыдысқа сары уызын бөлек, ақ уызын бөлек ажыратып аламыз. 250 грамм қанттың 1 ас қасығын сары уызға, қалғанын ақ уызға саламыз. Сары уызға 1 шай қасық ванильный сахар салып, венчикпен жақсылап 1 келкі болғанша араластырамыз. Және жылып қалған сүтімізді аз-аздан құйып, осылай араластырып тұрамыз. Енді осыны қалған сүтімізге қайтадан осылай құйып, араластырамыз. Пешімізді жағып, орташа отқа қойып қоямыз. Осылай тоқтаусыз қозғап тұрамыз. Қайнайын деп жатқан кезде оттан алып, тез су үшін бөлек ыдысқа осылай құйып қоямыз. Ал енді ауызымызды осылай араластырып аламыз. Осыны водяной баняға қойып, қантын ертіп аламыз. Көп ұстамаймыз. Қант ерігеннен кейін алып, миксермен шайқайтын боламыз. Мен бөлек ыдысқа осылай салып алдым. Қазір осылай 2 еселенеді. Міне ақ уызымыз дайын болды. Осылай төңкерген кезде ақпау керек. Енді екеуін біріктіретін боламыз. Ақ уызымызды сары уызға осылай салып, аз-аздан салып араластырамыз. Лопатаның көмегімен осылай араластырсаңыздар да болады. Сосын барлығын салып, миксермен немесе венчикпен тағы да бір араластырып жіберіңіздер. Міне осындай масса болу керек. Енді осыны бөлек ыдысқа құйып аламыз. Мен осындай үлкендеу ыдысқа құйып алдым. Бетін міндетті түрде жауып, мұздатқышқа 4-5 сағатқа қойып қоясыздар. Міне сосын осындай әдемі және өте дәмді мороженое жейсіздер. Міндетті түрде осылай жасаңыздар, ал маған тіркеліп кетіңіздер.